Ассалаумағалейкум. Тылсымға толы ғаламат. 18 мың ғаламның жұмбағы әлі толық ашылған жоқ. Адамзат сырын ашпаған, байыбына бара алмаған дүние көп. Кейде жұмыр жер бетінде адам айтса сенгісіз оқиғалар болып жатады. Мен каналымда сіздермен осындай бір оқиғалармен бөлісетін боламын. Бұл оқиға 2000 жылдардың басында болған еді. 2000 жылдардың басында мен де күйеуім де жұмыссыз қалдық. Мен еріксіз базар жағаладым. Тапқаным күнделікті шай мен наннан артпады. Бұрын есепші болып қызмет атқарған күйеуім қара жұмыс істегісі келмей үйде жатып алды. Ұрыс-керіс басталды. Ақыр аяғында ажырасып тындық. Ажырасқан соң ешқандай тартыс-талассыз, сотсыз-ақ қаланың Юго-Восток ықшамауданындағы 3 бөлмелі пәтерімізді сатып, ақшасын 2-ге бөліп алатын болып келістік. Алушы да тез табыла кетті. Үйдің жарты ақшасын күйеуім алды да, жарты ақшасы қолыма тиді. Алайда ол ақша жеткенмен 1 бөлмелі пәтер алғым келген жоқ. Ал дәл сол ықшамауданнан 2 бөлмелі үй сатып алуға қолдағы ақша аздық етті. Сондықтан Пришахтинск, Майқұдық ықшамаудандарынан пәтер қарай бастадым. Қайда жүрсем де жарнамалық газетке шоқшиып отырам. Көшеде жүрсем ілінген хабарландыруларды қараймын. Қолымдағы ақша Майқұдық ықшамауданынан 2 бөлмелі пәтерден артылып та қалады. Бірақ ол қаланың қиыр шеті және мен жұмыс істейтін орталық базардан өте қашық. Сондықтан сәті болса, осы ауданнан арзан пәтер кезіксе деген үміт болған. Бір күні таңертең жұмысқа бара жатып, аялдамада ілінген хабарламаға көзім түсті. Юго-Востокта 2 бөлмелі пәтер сатылады деп жазылыпты. Бағасы арзан. Менің ақшам жетіп тұр. Жаңылыс жазылған шығар деген күдікте болды. Десе де көрсетілген телефонға хабарластым. Тұтқанын арғы жағынан жауап қатқан әйел кісі сол баға екенін растады. Үйдің нақты адресін сұрап алып, сол күні-ақ қасыма базарды бірге істейтін құрбымды ертіп, сонда тарттық. Пәтер 5 қабатты үйдің 5-ші қабатында орналасқан екен. Оған қоса бұрышта орналасқан. Пәтерге соңғы рет қашан жөндеу жұмысы жүргізілгенін болжау қиын. Ананы көргенде құрбым, "Мына пәтерді алма" деп аттың ала қашты. Жөндеу жұмысының өзіне қанша ақша қажет деп шырпыр болды. Бірақ менің ақшама осы маңнан бұдан өзге 2 бөлмелі пәтер алу мүмкін емес еді. Базарға да таяу. Осыларды айтып құрбымның бетін бері бұрдым. Біраз жылдардан бері базарда сауда жасап жүрген құрбым маған қарағанда пысықтау еді. Сол пысықтығына салып, онда бағасын түсірек деді. Онда өзің саудалас деп құрбымды алға салдым. Үй иесінің ішімдік ішетінін білген құрбым мені арақ алып кел деп жұмсады. 2 стақан арақтан кейін үй иесі ағынан жарылды. Айтуынша түрмеден шығып келгеніне 2 ай болған. Бірақ не үшін қамалғанын айтпады. Ол түрмеде отырғанда пәтерде бір таныстары тұрған. Сол 2 жыл тұрғаны үшін таныстары біраз ақша берген көрінеді. Шамасы сол ақша таусылайын деген болса керек. Сондықтан осы пәтерін сатып, Майқұдық ықшамауданынан 1 бөлмелі пәтер алмақ көрінеді. Ал қалған ақшасын қажетіне жаратпақ екен. Үй иесінің жібігенін байқаған құрбым кемшілікті тізбектеп, жөндеу жұмысына да бірталай ақша қажет болатынын айтып, бағаны түсіруді сұрады. Басында қиналыс білдіргенмен, арақтың күшіме сәлден соң-ақ жарайды деп келісімін берді. Сол күні-ақ нотариуске барып, сатып алу келісімін жасадық. Пәтерді 1 аптада босатып беретін болып келістік. Бұрынғы иесі көшіп кеткен соң пәтерді жөндеуге кірістім. Құрбым жөндеу жұмыстарын арзан бағамен істейтін бір таныстарын алып келді. Жөндеу жасалған соң үй іші мүлдем басқа кейіпке енді. Ауылға апарып тастаған үй жиһаздарын қайта алып келдім. Құрбымның кеңесі бойынша үй сатып алудан артылған ақшаға Алматыдан барып тауар алып келдік. Тауар көбейген соң пайда да көбейе түсті. Жағдайым жасара бастаған соң ауылдан мектеп бітірген сіңілім мен 5 жасар қызымды алдырдым. Өйткені жалғыздық адамды жалықтырады екен. Ал жалғыздықтан жалыққан адамның қия басуы ештеңе емес. Өйткені жалғыз қалғанда адамға неше түрлі ойлар келеді екен. Кейде сондай ойлардан арылу үшін ащы судан да сілтеп жібересің. Мұның жақсылыққа бастамасын тез түсіндім. Ауылдан сіңілім мен қызымды алдыруымның тағы бір себебі осындай еді. Жаз мезгілі болған соң қараңғылық кеш түседі. Жұмысқа баратын болған соң мен өз бөлмеме кіріп ертерек жатып қалам. Сіңілім мен қызым қонақ бөлмеде теледидар қарап, ойнап кештеу жатады. Bir күні сіңілім түнде біреу терезе қақты деді.
5-ші қабаттағы пәтер терезесін біреу қақты дегенге кім сенеді? Мен де сенгем жоқ. Саған солай естілген шығар дедім. Тағы 1-2 күннен кейін тағы біреуден терезе қаққанын айтты. Ол жолы да аса мән бермедім. Арадан тағы 2-3 күн өткенде түн ортасында біреудің терезе қаққанын және терезе сыртынан қарап тұрған біреудің бейнесін көргенін, қорқып түнімен ұйықтай алмағанын айтты. Сонан соң оларды жатын бөлмеге жіберіп, өзім қонақ бөлмеде жататын болып шештім. Ойыма әрдеңе оралып, түн ортасына дейін ұйықтай алмай жаттым. Бірақ ешқандай бөтен дыбыс есітпедім. 1 аптадай тыныштық орнады. Енді ұмыт бола бастағанда терезе қағу қайта басталды. Енді құпия бейне жатын бөлменің терезесін қағуға көшті. Келесі күні үшеуміз де қонақ бөлмеге жаттық. 2-ші күні терезенің тықылынан оянып кеттім. Тыңдасам, біреудің ақырын терезе қаққаны анық естіліп тұр. Ілініп қалған бір нәрсе желмен терезеге соғылып жатқан шығар, көрейін деп терезе алдына бардым. Өз көзіме өзім сенер емеспін. Терезеден кішкентай бала күліп қарап тұр. Қатты қорыққаннан айғайлап жібердім. Менің айғайымнан сіңілім мен қызым да шошып оянды. Сол күні таңды көзбен атырдық. Ертеңінде бұл жайды базардағы құрбыма айттым. Ол сенбегендей кейіп танытты. Мен оған менен бұрын сіңілімнің көргенін, менің де алғашында оған сенбегенімді айтқан соң барып ойланып қалды да мешітке барайық деді. Ол ойын менде құп көріп мешітке бардық. Имамға болған жайды баяндап бердім. Имам, ол Құранда әметкен аруақтар, одан қорықпаңдар. Олар ешқандай зиян келтірмейді. Мал сойып ата бабалар рухына Құран бағыштаңдар деді. Имамның айтқанын орындаған соң терезе қағу тоқтады. Алайда арадан 1 айдай уақыт өткенде қайта басталды. Сол күні сіңілім қонақ бөлмеде жатты да, біз қызымыз екеуміз жатын бөлмеде ұйықтадық. Түн ортасында терезенің тықылынан ояндым. Алғашында қорыққанмен кейін көзімнің қиығымен терезе жаққа қарадым. Тағы сол өткендегі баланың бейнесі тұр. Маған қызымды көрсететін сияқты. Шошып кеттім. Ертеңінде ауылдан анамды шақыртып, қызымды беріп жібердім. Сіңілімде кетем деген, бірақ маған сауда жасауға көмектесесің, ақша табасың деп оны алып қалдым. Bir жағынан ана үйде жалғыз қалудан да қорықтым. Сол түні түнде терезені қатты соққан дыбыстан шошып ояндым. Кәдімгідей қатты дүңкілдеген дыбыс естіліп тұр. Қарасам сол баяғы баланың бейнесі. Тек бұл жолы жүзінде күлкі жоқ, қабағы қатулы. Тура бір маған ренжіп тұрғандай. Сіңілім қорыққаннан басын бүркеп алыпты. Бұл жағдайдың қанша уақытқа созылғанын білмеймін. Bir кезде бала бейне жоқ болып кетті. Ертеңінде базарға сіңілімді жібердім де өзім үйде қалдым. Ондағы ойым көршілермен сөйлесу, мешітке бару еді. Сыртқа шықсам есік алдында 3 көрші кемпір отыр екен. Олардан үйдің бұрынғы иелері туралы сұрадым. Апалардың айтуына қарағанда бұрынғы үй иелері ішімдікке жақын болған екен. Бірге шетіндер арасында жанжал болып, күйеуі пышаққа түсіп өлген екен. Әйелі 5 жасар баламен қалған. Арадан 1 жыл өткенде қыстың күні көңілдесімен бірге ішімдікке тойып алған әйел түнде баласын далаға шығарып жіберген. Суыққа тоңған бала сол маңдағы темір гаражды барып паналаған. Баланың суыққа тоңып қалған жартылай жансыз денесін гараж иесі таңертең тауып алған. Жедел ауруханаға апарғанмен дәрігерлер баланы өлімнен арашалап қала алмаған. Бала тәрбиесіне салғырттық танытты деп айыптап, сот анасын 2 жылға бас бостандығынан айырған екен. Апалардың әңгімесінен кейін бұл жайдың мәнісін ұққандай болдым. Мешітке барып, сол баланың аруағына арнайы Құран оқыттым. Имамға болған жағдайды айтып бердім. Имам терезе қаққан, үйге кіре алмай жүрген баланың аруағы екенін, оның өзі теңдес баламен ойнағысы келгенін, қызымды ауылға жібергеніме ренжігенін айтты. Алайда ол сөздерге сенер-сенбесімді білмедім. Бірақ бір тылсым дүние құдіреттің барына анық көзім жетті. Сол жағдайдан кейін пәтерді сатуға қойдым. Бағасы сәл арзанда болған соң ба, алушы тез табыла кетті. Алғашында бұл үйдің сырын айтайын деп ойлағам, бірақ алмай қояр деп ол ойымнан қайттым. Оның үстіне үйді сатып алған, әлі баласы жоқ жас отбасы екен. Олардың сәбиі болмаған соң, бала бейне оларды мазаламас деп ойладым. Біразға дейін шағымданып жүрер ме екен деп алаңдап жүрдім. Алайда олардан ешқандай хабар болған жоқ. Соған қарағанда бәрі де дұрыс болған болса керек. Егер оқиға ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға жазылуларыңызды сұраймын.
Енді каналымда күнделікті тылсым дүниеге толы қызықты оқиғалармен бөлісетін боламын. Видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.